Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен байланысты Алпатай. Көп уақыттан бері неліктен екенін білмеймін. Жалпы видео салуға бір құлшыныс бола қойған жоқ. Яғни бұл желтоқсан айын өзіме демалу айы деп жарияладым. Жалпы бүгінгі менің айтатын әңгімем 2025 жылға қорытынды. Мен не істедім, қандай жетістіктерге жеттім, Алла тағаланың маған берген ризықтары қандай, не ұқтым, не үйрендім, не түсіндім деген. Естеріңізде болса, 2025 жылдың 27 желтоқсанында мен армандар картасын жасаған болатынмын. Яғни 25 жылға көп 24 жылдың 27 желтоқсанында жасадым. 25 жылға көп үміт арттым. Өте көп үлкен құлшыныс. Менің дәл сол уақыттарда декреттен енді шығайын деп келе жатқан кезім, балапанымның аяғынан нық тұрып, нені қатты қажет етпейтін, өзімен өзі ойнайтын, өзімен өзі болатын жасына келген кезінде мен бұйыртса енді өзімнің жұмысымды, шығармашылығымды дамытамын деген мақсатта 2025 жылға үлкен армандар картасын жасадым. Ол менің әлі күнге дейін бөлмемде ілулі тұр. Оны күйеуім барлығын, қағазын, плакатын, жабыстыратынын, тіпті шегесіне дейін бәрін ұйымдастырған күйеуім. Мен тек қана таңдадым, жаздым, реттедім, ілдім, болды. Жалпы ең бірінші армандар картасын мен 9 бөлікке бөлген екенмін. Бірінші бөлігінде менің осы ең үлкен арманым жазылған екен, ең үлкен қажеттілігім жазылған екен. Оны мен жақын арада бөлісетін боламын. Иншалла бұйыртса, Алла тағала өзінің бір ретін келтірсе бөлісетін боламын. Ол менің армандар картасының ең бірінші бөлімінде тұр. Яғни мен 2025 жылғы бірінші сол дүниеге фокус қоямын дегенмін. Екінші тұрған менің отбасым. Білесіздер, мен енді қазір айтсам асылық еткендей боламын. Алла тағаланың бір берген нығметін мүмкін шүкірсіздік еткенім де болатын шығар. Бірақ мен негізінде екінші баланы жоспарламаған болатынмын. Бірақ ол Алла тағаланың маған берген үлкен ризығы, нығметі болды. Бірақ сенсеңіздер, мен армандар картасын жасаған кезде барлық фотоға, барлығына міндетті түрде 2 баладан, 3 баладан жасағым, яғни бір бала жоқ. Не болмаса, жас сәбидің фотоларын көп жасаған екенмін. Соған таң қалдым. Мен 2025 жылдың қаңтар айында екінші балапанымды, қызымды көтердім. Алла тағала маған үлкен ризықты берді. Солай ең алғаш жылдың басын мен жүктілікпен бастадым. Ең үлкен жақсы жаңалық сол болды. Одан кейін менде үшінші фокуста не болды? Қажеттіліктер, право, сертификаттар, тағы да көлік, тағы басқа сондайларды қойғамда, бұл жерде менде ең орындалғаны қомақты қаржы. Аллаға шүкір, мен осы блогымның, осы тиктоктың және Алла тағаланың берген қабілетінің арқасында осы жылы өте жақсы тапсырыстарды қабылдап, өте жақсы ақшаны игере алдым. Алдында есептеп қарасам, Өркен өзі таңғалып отыр. Ондай мүмкін емес қой, сен ондай ақша табуың дейді. Аллаға шүкір, осы жылға мен ұзатуға, тек қана ұзатуға 40-30 шақты қызға ұзатуға арнау сыңсу өлеңдерін жазып берген болатынмын. Тек қана ұзатуға. Ал енді маған ата-анасына, шығармашылығына, мектепте жұмыс істеп жүргендер, сценарий жаздырғандар қаншама. Яғни бұл жолы мен ақшаны осы блогым арқылы, ақындық шеберлігім арқылы жақсы таптым. Келесі бізде ол блогым. Осы жылы мен тиктогымда жетістікке жеттім деп айта аламын. Өте әдемі, өте жақсы посттарды шығардым. Алайда осы жалқаулығымның, я болмаса кішкене бір өзімнің демалуыма байланысты көп дүниені игере алмадым. Әлі күнге дейін нақты бір менде шабыт жоқ. Тек қана өлең шығарған кезде ғана болмаса, ал тиктокқа пост салуға бір анау айтқандай бір құлшыныс, бір ынта, бір әдемі, бір жақсы бір пост шығаруға ешқандай дүние бір себеп бола алмай жүр. Не екен білмеймін. Келесі менде денсаулық. Осы жылы мен үшін денсаулық жылы болды. Шын айтайыншы,
қаңтар айынан бастап мен ауырдым, қатты ауырдым. Одан кейін менде токсикоз болды, изжога болды. Әбден өзімді қаншалықты осы жылы мен өзімді бір қоқыс жәшігіндей сезіндім ағзамды. Неге мен соншалықты ластап жатырмын? Неге соншалықты мен өзімнің денсаулығыма мән бермегенмін? Жалпы негізі қоқыс жәшігі дегенде зиянды тамақтарды көп жеймін, және менің тамақтану режимім өте нашар болған. Яғни таңертең мен тамақ ішпейтін, түсте тамақ ішпейтін, кешке бірақ қана ішетінмін. Одан кейін тамағымның сіңіруі өте нашар болды, менде қозғалыс аз болды, мен өте жалқау болдым. Соның барлығы осы 2025 жылы токсикозбен шықты ғой. Менде өте қатты қиналдым. Бұны қыздар білет. Тұрмысқа шыққан, жүктілікті басынан кешкен ана болған қыздар білет токсикозы қандай қиын екенін. Келесі менде кездесу жылы деп атағанмын. Кездесулер бұлайша осы жылы мен құрбыларыммен жиі кездестім десем болады. Құрбыларыммен жақсы қарым-қатынас орнаттым. Алайда өзімнің дамушы ортамды әлі де таба алмадым, өкінішке орай. Иншалла болашақта табамын. 2026 жылы жақсы бір ортаны қалыптастырамын деген үміттемін. Келесі менде махаббат, оның шынында өркен екеуміздің біз деген жылымыз осы жылы болды. Біздің үлкен бір арманымыз болды, мақсатымыз болды. Соған осы жылы фокусты екеуміз бірдей қойған жыл болды. Яғни біз өзіміздің қаншалықты мықты екенімізді, қолымыздан не келетінін, біз не жасай алатынымызды, қандай жауапкершілік ала алатынымызды, өзіміз тәуекел ете алатынымызды осы жылы ұғындық. Әзірде айтып жатырмын, күйеуіме негізі қолымыздан келеді екен ғой деп. Осы жылы ұқтық. Жалпы нағыз есею, нағыз үйрену осы жыл болды. Яғни осыған дейін 2 жылда бізде кішкене бір-бірімізге үйрену, енді бал кездерде жүрдік та, ал енді осы 3-ші жылы, 2025 жылы әрекетке кірісетін кез болдық. Қане бірге әрекет етейік, осы сәттен бастайық, ерте бастайық, кешігіп қалмайық деген дүниелер болды. Келесі менде сұлулық. Білесіздер, мен өзім қатты жақсы көрем киінгенді, боянғанды. Әйелдің жаны табиғатынан сұлулыққа құмар. Мен осы жылы өте көп сұлулыққа фокус қойғым келді. Олар әрине косметика, бұйымдар, киімдер. Аллаға шүкір, осы жылға мен ең үлкен покупкаларды жасаған болатынмын. Өзімде мынандай арман болған, мен дүкендерден үлкен сөмкелермен шыққым келеді деген. Шынында ол орындалыпты. Аллаға сансыз шүкіршілік. Әрине ол материалдық жағдай, ол армандарға жата ма, жатпайды ма білмеймін, бірақ мен үшін қажеттіліктерге, армандарға жатады. Яғни бұрындары өзіме мүмкіндік бере алмасам, осы жылы менде Аллаға шүкір үлкен мүмкіндіктер болды. Келесі саяхат жылы деген. Аллаға сансыз шүкіршілік, жүктілігімен қоса біраз жерлерді араладық. Алматының біраз жерінде болдық, біраз демалыстар орналастық. Аллаға күйеуімнің арқасында дейінші. Ол кісі менің осы жүктілігімді әдемі пайдаланып, жақсы бір қолайлылықпен әдемі бір саяхаттарды ұйымдастыра алдым. Көптен бері армандап жүрген Алакөлге барғым келетін, Алакөлге бардым. Одан бөлек ұзақ жолға шыққым келетін, онда шықтым. Және мен ол кезде жүктілігімнің 8-ші айында болғанмын. Неге өзім қазір ойлаймын, мен ішімде жалпы бір тыныштық болатын. Ешқашанда осы жылы пайда болды да ол тыныштық. Сол тыныштықтың арқасында мен 8 айлығында балам үшін жүктілікте жолға шықтым. Және жақсы қыдырып келдім. Аллаға сансыз шүкіршілік. Жалпы одан кейін ең алғаш, сіздер білесіздер, менің атам, менің өзім барған жерім туризммен айналысады. Туристер қарсы алады. Және Көлсай мен Қайындыға тиіп тұр біздің үй. Бірақ етікші етікке жарамайды деген, мен осы күнге дейін Қайындыны көрмегенмін ғой, мүлдем көрмеген. Содан атам ұрсып, болмайды, ят емес па, апарыңдар көрсетіп деп, осы жылы Қайындыны көрдім мен.
қайыңдыны көру арманым болады деп мүлдем ойламаппын. Және қайыңдыны көрдім. Жалпы табиғатты, жалпы саяхатты осы жылы өте жақсы демалуды өте жақсы ұйымдастырдық. Аллаға шүкір, өте жақсы бір әдемі жыл болды. Жалпы енді менің осы 2025-те түйгенім сіздерге айтайын қазір. Оппана. 2026-да менің түйгендерім. Бірі білсе, бірі білмес, мен өте мазасыз адам болатынмын. Әрбір істе, әрбір дүниеде мен тек нәтижені қатты ойлайтынмын, жылдамдықты қатты ойлайтынмын. Тіпті өз өмірімде де біреу бір жұмысты істеп жатқан кезде байыппен, асықпай істеп жатса, мен оған шыдай алмайтынмын ғой. Мен үшін бәрін тез бітіріп тастаған қолайлырақ. Және солай дұрыс деп санаймын. Алла тағала маған сабаңа түс, демал, болды, есіңді жи деген жыл болды. Жалпы мен айттым ғой, 2024-те өте көп тізіммен, өте көп өзіме міндеттелген істердің тізімін жасап қойған болатынмын. Осын жасаймын, осын реттеймін, осылай істеймін, осылай деп жоспарды мықты құрып қойғанмын ғой енді. Алла 2025-тің қаңтарында мен көтердім. Денсаулығым өте қатты нашарлап кетті. Қайта ауырып кеттім. Одан кейін жүктілік болды. Одан кейін менде токсикоз болды. Содан кейін мен болды дедім. Ұлпан, бұл сенің демалатын уақытың. Өзіңді қинама, өзіңді жеме, болатын дүние болады, болмайтын дүние болмайды, ода тұрған ештеңе жоқ деп. Бірақ Алла тағаланың өзінің қолдауымен жүктілігімде өте жақсы өзім үшін көрсеткіш көрсеттім. Салатын дүниелерімді салдым, жасайтын дүниелерімді жасадым. Тапсырыстарымның ешқайсысына жоқ демедім, барлығын қабылдадым. Одан бөлек биылдыққа мен 50 кітапты жоспарлап қойғанмын. Соның әкелдің бе? Одан бөлек мен биылдыққа 50 кітапты жоспарлағанмын, соның 32 кітабын оқып бітіріппін. Бұл мен үшін үлкен жетістік. Жүктілікте жүріп, және кішкентай балапаныммен, тағы да үлкенім бар ғой, ұлыммен жүріп, осындай кітапты оқып жетістікке жету мен үшін үлкен бір мәртебе. Өзімді өзім сол үшін мақтай аламын. Мен осы жылы өзімнің қаншалықты мықты екенімді, Алла тағала маған осыншама күш қайратты беріп қойғанын, осыншама жақсы бір нығметті беріп қойғанын мен осы жылы сезіндім. Нағыз мықты екенімді өзім сезіндім. Мен айтамын ғой, комфортқа қатты үйреніп алған адам, жалпы адамға комфортты бермеу керек екен. Мен соны байқадым. Яғни мен тұрмысқа шықтым. Тұрмысқа шыққаннан кейін маған жолдасым барынша комфортты жасауға тырысты. Оған басым деймін, рахметімді айтамын. Бірақ ақс альхамдулилля. Бірақ ол жалпы жұбай ретінде маған өте жақсы, бірақ тұлға ретінде маған өте нашар болды. Мен өзімнің даму процестерімді аяқтадым, ештеңеге қызықпайтын болдым. Барлығы дайын, артық сенде мазасыздық жоқ. Жалпы комфорт адамды мақсатсыздыққа жетелейді екен. Сол себепті осы жылы мен қойылпан болмайды. Әрине, Аллаға шүкір, күйеуім маған ақшаны қамтамасыз етіп жатыр. Қанша ақша алып келсе де мен оған ризамын. Алайда өзім үшін, мақсатым үшін, болашақтағы нәтиже үшін, қаншалықты мен ақша таба аламын, өзімнің мүмкіндіктерімді білу үшін мен осы жылы көп дүниені тапсырысқа алдым. Көбі түсінбей жатты. Күйеуің бар ғой, немеге ақша табуға тырысасың, өзіңді неғып сонша жейсің деп. Бірақ сенсеңіздер, мен әр тапсырыстан өзімше бір бөлек рахат алатынмын, шабыт алатынмын, бөлек бір демалыс алатынмын. Осы тапсырыстар арқылы мен көп дүниені ұқтым, ұғындым, сезіндім. Жалпы 2026 жылға мақсаттар бар әрине. Бірақ оны Алланың нығметімен, Алланың өзінің бір иелігіне тапсырдым. Алла тағала маған не бұйыртса да, өзімнің не жақсылық бұйыртса да, қандай дүние болса да мен оған мойынсұнамын.
мен оны қабылдаймын. Және Алла тағала білемін, маған Аллам ешқандай дүниені қайырсыз етпейді. Барлық дүниенің өз қайыры бар, барлық дүниенің жақсы жақтары бар. Иншалла 2026 жылда екі балапанымды құшақтап алып, табысты, жақсы бір жылды қарсы алуды нәсіп етсін иншалла. Алла тағаланың жолынан адаспай, жүрегімізде Алла деп, тілімізді калимамызға келтіріп, балаларымыздың амандығын тілеп, жалпы осы жылы мен айтайын, Алла тағаланы таныған жыл болды. Шын айтамын, мен осыған дейін өзімді неге жалғыз сезініп жүргенімді енді сезіндім. Өйткені мен Аллаға бармайды екенмін, Алланы сезінбейді, Алланы іздемейді екенмін, Құдай өзгеше сол кездерде. Ал қазір мен екі сөзімнің бірінде, жүрегімде шынымды айтайын, ерекше бір тыныштықты осы білім арқылы келді маған. Барлығы білім арқылы келді. Алланы мен барлық шет-шетінен таныдым. Әлі де күннен күнге танып келе жатырмын. Алла тағала маған ризықтарын көп қылып, иншалла жақсы бір жолдарын беріп, жақсы орта болсын 2026 жылы. Жақсы бір оқырмандар бұйырсын, блогым дамысын, балапандарым аман болсын, отбасымда жақсылық болсын, жақындарым аман болсын. 2026-ға өте көп мақсаттарым көп, тілеушім де көп, тілегім де көп. Иншалла барлығы жақсыдан болсын. 2026 жыл сізге де өте жақсы бір табысты жыл болсын. Көп ризық несібесін алып келсін. Алла тағала өзі қолдасын, қорғасын. Балапандарыңыз аман болсын. Тұрмысқа шықпаған қыздар өздерінің теңін тауып, өте жақсы жігітке, өте жақсы жұртына барсын өздерінің. Жаңа үйленгендер аман есен балалы болыңдар, баспаналы болыңдар. Менің сіздерге тілейтін тілегім өте көп. Алла тағала барлығын орындасын иншалла. Жалпы осыған дейін менімен болғандарыңызға, осы 2025 жылы мені қолдаған, қорғаған, әрбір кезде шабыт берген, жаса, істеу потасен қолынан келеді деген әрбір адамға ерекше рахметімді айтамын. Баршаңызға рахмет. 2025 жылға ешқандай да өкпе жоқ, керісінше өте қатты қуанам. 2026 жылға көп табыс тілеймін. Сау болыңыздар. Бейт мама.